Мында не бар? Мында біздер қана бар және Бұл мектеп 86 жылы салынған. Міне 38 жыл болды. Бірақ біз осы жерде бір ремонт қажет сияқты, иә? Көрейік, ары қарай көрейік. Көрсетші аржан. Бұрын сен осы жерден тамақ іштің ба? Сатып алдым. Сатып алып іштің ғой, иә? Енді нені көреміз? Спортзалды көрейік, иә? Жүр. Бұл не? Зал. Бұрында мен осы жерде ойнадым. Не ойнадың? Неше түрі ғой? Өте үлкен. Сәлеметсіздер ме? Оқу заттарында дарынды оқыған балаларымның алдында бұрынғы апайларымның өте көп апайлар. Енді екінші этажға көтерілейік. Сендер? Мен сыныбым болған. Сен сояқта сыныпта оқыдың, иә? Мен бұрында еще бірінші сынып оқыдым. Сен де сояқта оқыдың, иә? Инат Тамазықтан бірінші сынып оқыдым. Апаймен амандассашы. Жатық мұғалімдер бөлмесін көрдік. Бұл апайдың бірінші типаттың бірінші сынып оқығандағы апайы. Жарайды, капсулин Мін жер не? Мұғалімдер бөлмесі. Бұл мұғалімдер комнатасы. Қараңыздар, мына жерде бізде завучтар отырады. Мына есікте. Ал мынау мұғалімдер комнатасы болғандықтан бір дәу стол, және неше түрлі орындықтар бар. Және күшті гүлдермен, күшті диван, әдемі суретпен, күшті айна. Мына кісі біздің қазақ поэзиясының алыбы. Бұл кісі Ильяс Жансүгіров. Бұл біздің Жерлесіміз. Мен осы кісінің ауылын білемін. Қараңыздар, осындай күшті бір бұрышы бар екен. Өте дәу, және онда қандай жағдайлар болған жазып тұр екен. Ана жерде кітаптар тұрады. Бүгін демалыс болғандықтан бүткіл жинап қойыпты. Мына жерде отырып кітап оқиды оқушылар, иә? Оқушылар отырып кітап оқиды. Бір бұрышқа қалсын. Достар, кеттік үшінші этажға. Мамамның қазақ тілі пәнінен беретін кабинетін көреміз. Кеттік. Жауып екен. Ар жақ кабинетке Ләззат тәтеден сұрайық, кілт бар ма деп.
Амандасамыз. Кіріп амандас. Сәлеметсіздер. Ал, сәлеметсіздер ма? Анау жақта ләззетті те? Терезе таза жылылап жатыр. Жақсы қалайсыздар? Біздің бұрынғы мектебіміздің 3-ші этажында музей бұрышы бар екен. Қараңыздар, неше түрлі адамдардың суреттері осы ауылдың азаматтары. Өте үлкен екен. Мағыз бұрында мәхәметте балалар бар екен. Қараңыздар, нәжіде дипломдар тұр екен. Суреттер бар екен. Тағы да осы мектептің мұғалімдері мен ағайларымен бірге барып фотоға түскен екен. Мамаң бар болсын ішінде? Мама бар. Қайсы? Мама қазір іздейміз. Мен тұр. Иә, осы міне. Иә. Мамам бар екен. Жаңа жылда түскен екен, андан ішінде бар екен. 2020 жылында екен. Ананың ішінде қағаздар бар екен. Бірақ кеттік қағаз екен. Бұл не қағаз? Марапаттаулар тізімі екен, е? Ал мына жақта не ілініп тұр? Бұл жақта бізде не екен ағаш? Сырттан, Барлыбек Сырттанның шыққан шежіресі. Ал мына жерде Ғани Мұратбаев. Осы мектеп Ғани Мұратбаев атындағы орта мектеп деп аталады, е? Иә. Ал мына жерде Түймебас деген жүйрік ат туралы. Құлагер қандай жүйрік болса, Түймебас та өз өңіріне танымал атақты жүйрік аттың бірі болған. Мама, өйтіп көрсеткен. Ана жерде бір қағаздар тұр екен. Мына кісінің неше түрлі қағаздары бар екен. Аттаулар екен, е? Ал біздің ауылда Жұмбақ қорған, яғни бір жыра бар. Сол жерде көне замандарда мекен еткен тайпалардың ыдыстарының сынығы бар. Осы біздің ауылдың маңында орналасқан. Ал біздің ауылда жылы колонка бар. Ол шаңырақтағы ыстық суға ұқсайды. Ол қысы жазы қандай болып тұрады? Жып-жылы болып тұрады. Барып көрдің бе? Иә. Жаздай осыған шомыламыз. Иә. Мұнда қазақ тілі кабинеті. Осында менің мамам балаларға сабақ береді. Қазір бұның ішін көрсетейін десем жабық тұр екен. Әнде алғашқы кеттік. 3-ші этаж, мына жақ фойесін көрейік. Иә. Мұнда бір стол бар екен. Біз бұрында мына жерде Бұл жердегі стендте Ұлы Отан, 2-ші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысына ерлік көрсеткен батырларға арналған екен, е? Иә. Бұл біздің мектептің несі актовый залының бұл жерде осенний балды өткізетіміз. Еще қыста ошақта өткізетіміз. Мектеп бітіретін кезде ошақта өткіземіз. Мектеп басатын кезде де ошақта, лагерьде де ошақта, бүткіл жерде ошақта өткіземіз. Қараңыздар, өте керемет қылып жасап қойған. Ескі болса да өзімізге ұнайды. Иә, қараңыздар, өте. Сахна, пердесі, ана жерде болса терезесі жүргізеді осылай, е? Ана жерде біздің өзіміздің туымыз бар. Мама, ана жерде неше түрлі шаралармен бірдеңке жазып жүр екен. Екі деп айтатын біледі ғой. Сағай. Еще бір ана жерде бірге. Айта бер. Мына бар, еще бір жерде киінеміз. Бұл біздің зал. Өте көп орындықтар. Осы жерде семинар да бәрі өтеді.
Өте тамаша, біз жақсы көреміз бұл мектепті. Біздің білім алған қара шаңырағымыз. Солай ма, қыздар? Мамалары еңбек өтілін алғаш бастаған қара шаңырағы болса, екі қызы әріп танып, әліппе таныған қара шаңырағы. Бақытжан ілтипаттың Қобыланды батыр тақпаған күтеміз. Қобыланды батыр арыстан туған Қобыланды күн шығуға қарамай, ат қоюға ойланды, ата-анасы ел-жұрты, қара қыпшақ баласы, жатқаннан соң байлауда. Қалада оқыватсыңдар ма? Бүгін оқытушылар ма енді? рахмет деңдер. Рахмет. Бүгін ауылға келіп мектебін сүйіп, таныстырып, сағынып қапты. Бәрібір жақсы көреді осы жақты. Жақсы көреді. Иә. Алып жүре қойыңдар. Ағаймен амандасамыз. Амандасып. Бұл әдемі үлгішің ғой. Мынау біздің мектептің кіреберісі. Сонымен енді Я қараңыз, бізде бұндай кітапқа тұрамызды, бәндай бірдейте пистолетпен әзірлеп қойымды. Бізден ауыртуымызды жоқ па соны көреді. иә, Тура ана жақ. карантин кезде ғой ол, иә. Иә. Мынау біздің мектептің. Кең даласы. Ана жерде площадка. А сен мына детсадқа бардың ба? Жүр көрсетші детсадты. Я мен бардым. Ілтипат, сен бардың ба бұл детсадқа? Бардым. Бірақ та бұны қазір. Кіруге болмайды шығар, бірақ бар, иә? Жақсы. Мына мынау мектептің несі? Алаңы, иә? Кішкентай площадка, ағашта үлкен площадка бар. Еще киіз үй бар ана жақта. Жүр көрсет. Мына жерде біздің кішкентай сырғанағымыз бар. Міне, бұны шықайтын су үлкен. Мынау үлкен. Және ұзын. Мам, мынау нерді айнала. Біз бір мына жерден сырғана кетіп ананы сразу жүгіріп бардық. Мынау айналатын бірақ айналмайды. Енді ағам бүйтіп отырады ба? Сөйтіп үйбайдан су екен ғой. Иә. Нәрде бізде качеля болған. Тоқта білмеймін қайда екен. Балалардың қауіпсіздігі үшін бұны алып тастауға тура келді. Нәрде қол. Осы жерде мен біріне десет оққан жерде тастармен сурет салатынбыз. Біз ойлайтынбыз, бір-біріміз мына жерде отырып, ананың құлағына сразу бүйтіп жіберетінбіз да, мына жерде отырған адам сразу не екенін айтатын. Ана бізде киіз үй. Мына жерде бұрында әп-әп нәрсемен киіз үй сияқты жабысып, соның ішінде адамдар отырған оқушылар дегенде. Нәрде тағылған, бірақ та балалардың қауіпсіздігі үшін алып тасталған. Нәрде тағы отыратын жерде тағы. И нәрде үлкен бос жер бар. Ол жерде Гольда ойнаймыз. Гольда. Достар, менің осы мектеп сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған тіркеу лайк бастауды